Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 128 және 129 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Алдымен сабақты бастамастан бұрын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді бірінші есепке қарайық. Саябақты көгалдандыру үшін қыш ыдыстар сатып алу керек. Ұзындығы 5 метр 10 см қабырғаға жағалай орналастыру үшін диаметрі 85 см дөңгелек пішінді қыш ыдыстар сатып алу қажет. Енді қанша ыдыс сатып алу керек, соны табуымыз керек. Бізде 1 метрде 100 см бар. Демек 5 метр 10 см бізде 510 см болады. Енді осы 510-ды біз диаметрге бөлеміз. 510 бөлінген 85 см ол бізде 6-ға тең болады екен. Демек 6 қыш ыдыс сатып алу керек екен. Келесі бізде екінші есеп. Тіктөртбұрыш пішінді қыш ыдыс астаудың ұзындығы 4-тен 3 метрге, ал ені 4-тен 1 метрге тең. Қабырғалардың ұзындығын сантиметрмен тап, қыш астаудың табанының ауданы мен периметрін есепте дейді. Бізде енді А 4-тен 3 метрге тең. Біз оны негізгі оның қабырғаларының ұзындығын табамыз. Сонда біз оны 100-ді бөлеміз 4-ге және 3-ке көбейтеміз. Сонда 75 болады екен. Ал В бізде 4-тен 1 метр. Сонда оны 100-ді 4-ке бөліп 1-ге көбейткенге тең болады екен. Ол 25 см болады. Енді периметрін табамыз. Периметрдің бізде формуласы 2 көбейтілген А қосылған Ф. Енді 2-ні көбейтіп, осы 25-ке 75-ті қосамыз. 25-ке 75 қоссақ 100 болады. 2-ні 100-ге көбейтсек 200 см болады. Бұл бізде периметрі. Ал аудан табу формуласы А көбейтілген Ф. С тең А көбейтілген Ф. Сонда 75-ті 25-ке көбейтеміз. Сонда бізде жауабы 1875 см квадрат болады екен. Яғни қыш ыдыстың ауданы мен периметрін есептедік. Келесі бізде үшінші есеп теңдеулерді шеш. Бұл теңдеулерде барлығының бөлімдері бірдей. Енді бірінші теңдеуге назар аударайық. 80-нен 72 азайтылған жақша ішіндегі 80-нен 12, жақша жабылған тең 80-нен 15. Енді осы жерде біз x-ті ашып жазып аламыз да, екі санды бір-біріне азайтамыз. X минус 80-нен 12 дейміз де тең қоямыз. Және осыдан кейін 80-нен 72-ден біз азайтамыз теңдіктің бер жағындағы 80-нен 15-ті. Сонда x минус 80-нен 12 өз қайттан жазылады да, біз енді 72-ден 15 азайтамыз. 80 өзгеріссіз қалады, 72-ден 15 алсақ 57 болады екен. Енді x-тің мәнін табу үшін біз 80-нен 27-ге 80-нен 12-ні қосамыз. Қосқан кезде x-тің мәні бізде 80-нен 69-ға тең болады екен. Енді барлығын орнына қоямыз. 80-нен 72 азайтылған жақша ішіндегі x-тің орнына 80-нен 69 қоямыз. Азайтылған 80-нен 12 сонда тең болады 80-нен 15. Яғни теңдіктің екі жағы да 80-нен 15-тен 80-нен 15-ке тең болады екен. Енді екіншісі 125/116 азайтылған 125/141 минус x. Яғни бұл жақша ішіндегі тең, сонда 25-тен 194. Енді тағы бұл жерде x ашып жазып аламыз. 125-тен 41 азайтылған x дейміз де, екі санды бір-біріне азайтамыз. Яғни 123-тен 116-тан алып тастаймыз 125-тен 94-ті. Сонда x-тің мәні 125-тен 22-ге тең болады екен. Енді x-тің мәнін табу үшін 125-тен 41-ден осы шыққан мәнді азайтсаймыз. 125-тен 22-ні азайтсақ, x бізде 125-тен 19-ға тең болады. Енді орындарына барлығын қойып көреміз. 125-тен 116 азайтылған жақша ішіндегі 125-тен 41 азайтылған 125-тен 19. Сонда бізде тең болады екен, мәні 125-тен 94. Яғни теңдіктің екі жағы да 125-тен 94, 125-тен 94-ке тең болады екен. Үшіншісі енді 40-тан 4 қосылған y қосылған 40-тан 16 тең 40-тан 31 қосылған 40-тан 6. Енді біз сандарды бір-біріне қосамыз. Солай y-тің мәнін табуымыз керек. Енді 40-тан 20 қосылған y болады. Біз бұл жерде 40-тан 4-ке, 40-тан 16 және 40-тан 6-ны барлығының алымдарын бір-біріне қосамыз. Яғни сонда 16-ға 4-ті және оған 6-ны қосамыз. Сонда ол бізде 37-ге тең болады екен. Сонда y тең 40-тан 37-тен енді біз y-тің мәнін табу үшін 40-тан 20-ны азайтамыз. Сонда y бізде 40-тан 17-ге тең болады. Енді 40-тан барлығын орындарына қойып көреміз. 40-тан 4 қосылған 40-тан 17 қосылған 40-тан 16. Сонда тең болады екен 40-тан 31 қосылған 40-тан 6. Яғни осы теңдіктің екі жағы да бізде 40-тан 37 және 40-тан 37-ге тең болады екен.
Төртінші теңдеу бізде 90-нан 6 азайтылған жақша ішіндегі 90-нан 6 қосылған x тең 90-нан 29. Енді x-ті бөлек жазып аламыз, яғни жақшаны ашып 90-нан 6 қосылған x тең деп. Әрі қарай 90-нан 60-тан азайтып тастаймыз 90-нан 29-ды. Сонда 90-нан 6 қосылған x тең, яғни 60-тан 29 азайтамыз, 90 өзгеріссіз қалады. Сонда 90-нан 31 болады. X тең 90-нан 31-ден азайтып тастаймыз 90-нан 6-ны. Сонда x-тің мәні бізде 90-нан 25-ке тең болады. Енді барлығын орнына қойып жазамыз. Сонда 90-нан 60 азайтылған жақша ішіндегі 90-нан 6 қосылған 90-нан 25 тең бізде, яғни x-тің екі жағы да 90-нан 29-ға тең болады. Келесі бізде төртінші есеп, сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар делінген. Бізде А есебінде енді бізде В1 және В2, одан кейін жүрілген уақыт берілген. Бұл жерде мысалы көлік деп мысалы алатын болсақ, олар екі бағытқа қарай жүрген. Олардың арақашықтығы 220 км-ге тең болып тұр. Бізде сонда В1 90 км/сағат, В2 70 км/сағат. Уақыт 3 сағатқа тең. Ал енді бұл жерде S1 деп алайық. Бұл екі жүрілген көліктің арақашықтығы 220 км/сағатқа тең. Енді біз жалпы S-ті табуымыз керек. Сонда бірінші V қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Оны табу үшін біздегі формула V1 қосылған V2. Сонда V қашықтау, яғни 90-ға 70-ті қосамыз, сонда ол бізде 160 км/сағатқа тең болады. Енді біз S2-ні тауып аламыз. Оны табу үшін біз осы шыққан V қашықтау жылдамдығын 3 сағатқа көбейтеміз. Сонда 160 км/сағатты 3 сағатқа көбейтсек 480 км болады екен. Енді жалпы S табу үшін біз S1-ге S2-ні қосамыз. Сонда бізде S1 220 км-ге тең, S2 480-ге тең. 220 км-ге 480 км қоссақ, бізде 700 км болады. Сонда жауабы 700 км болады екен. Келесі А есебінде бізге екі бағытқа қарай жүрілген көлік бір уақытта, яғни 90 км/сағат бізде В1-ге тең, ал В2 70 км/сағатқа тең. Уақыт 3 сағатқа тең. Енді біз S табуымыз керек. Сонда біз бірінші V қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. V қашықтау жылдамдығының формуласы бізде V1 қосылған V2. V қашықтау тең, 90-ға 70-ті қосамыз, сонда бізде 160 км/сағатқа тең болады екен. Енді S табу үшін ол V қашықтау жылдамдығына T-ны көбейтеміз, яғни T бізде уақыт, сонда 160 км/сағатқа 3 сағатты көбейтсек 480 км болады екен. Сонда бізде жауабы S бізде 480 км-ге тең. Келесі бізде 5-ші есеп. Диаграммада оқушының тәулік бойы әртүрлі іс-әрекетке жұмсаған уақыты бейнеленген. Диаграммадағы мәліметтерге бойынша кесте құр және яғни сағаттағы уақытты анықта дейді. Бұл жерде мектептегі сабақ, үй тапсырмасы, таза ауаға шығу, дене жаттығулар, еңбек, тамақ ішу, қызығатын ісіңмен айналысу және ұйқы деп барлығы әртүрлі түстермен бөліктерге бөлінген диаграмма. Енді біз әрқайсысының қанша уақыт кеткенін табуымыз керек, бір тәулікті бойынша есептейміз, яғни бір тәулікте бізде 24 сағат бар. Енді мектептегі сабақ, яғни бұл 4-тен 1 бөлік тәулікті алып тұр, сонда біз 24-ті 4-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, яғни негізі солай. Бірақ енді 1-ге көбейтсек те ол бәрібір өзі шығады, сонда 24-ті 4-ке бөлсек 6 сағат болады. Енді үй тапсырмасына бұл 24 сағаттың 12 тәулік кеткен екен. Сонда 12-ден 1 тәулік ол бізде 24-ті 12-ке бөлеміз, сонда ол бізде 2 сағатқа тең болады. Ары қарай үшіншісі таза ауаға шығу. Ол 12-ден 1 тәулікті алып тұр. Сонда 24-ті 12-ке бөлеміз, 2 сағат болады. Ал дене жаттығулары мен еңбекке бұл да тура солай, 24-ті 12-ке бөлеміз, 2 сағатқа тең болады. Енді тамақ ішу ол 24-те 1 тәулік, сонда біз тамақ ішуді 24-ті 24-ке бөлеміз, сонда тамақ ішуге 1 сағат уақыт кеткен екен. Ал қызығатын ісіңмен айналысу, ол да 24 тәулік деп толығымен аламыз, яғни 24-ке бөлсек, сонда 1 сағат. Сонда қызығатын ісіңмен іске айналысуға да бұл жерде 1 сағат кеткен екен. Енді ұйқы 4-тен 1 тәулікке 12-ден 2 тәулікті қосамыз. 24-ті 4-ке бөлеміз және оған қосамыз 24-ті 12-ке бөлеміз. 24-ті 4-ке бөлсек 6, 24-ті 12-ке бөлсек бізде 4 болады екен. Енді сонда бұл жерде 2-ге көбейткендегі мәні бізде 6 қосылған 4 тең 10 сағатқа тең болады екен. Келесі 6-шы есеп. Есепті суреттің көмегімен шығар. Бір қатарда қойылған 4 хат қалтаның әрқайсысына олардың ішіне салынған 2 дөңгелектің түстері жазылған. Яғни АА, АЖ, АQ, ЖQ. Яғни бұл жерде А ақ, Ж жасыл, Q қызыл. Бірақ әр жазба көрсіз қалтаның ішіндегі сәйкес келеді. Хат қалтаның әрқайсысына қандай дөңгелектер салынған дейді. Яғни бұл жерде
әрқайсысын ішінің көршілес жатқанына сәйкес келеді. Демек АЖАА және ЖКАК болады екен ретімен орналасқан кезде. Келесі 7-ші есеп. Асы және әсі берілген. Есепті шығар. Тіктөртбұрышты гүлзардың ені 12 метр, бұл ұзындығының 3/1 бөлігін құрайды. Гүлзардың ұзындығын тап дейді. Және әсінде берілген есепке кері есеп құрастыр және оны шығар делінген. Шарты бойынша құрап жазамыз. В бізде бұл жерде ені. В тең 12 метр, А белгісіз. Бірақ бұл ұзындығының 3/1 бөлігін құрап тұр дейді. Демек біз 12-ні 3-ке көбейтеміз, сонда 36 метр болады. Яғни жауабы 36 метр. Енді әсінде керісінше біз А белгілі, В-ны табуымыз керек. А 36 метр екен, ал В белгісіз, бірақ 3/1 бөлігін құрайды. Сонда біз 36-ны 3-ке бөліп және 1-ге көбейтеді екенбіз. Онда 12 болады. 36-ны 3-ке бөлсек, енді 12 метрді 1 метрге көбейтсек, сол мәні, яғни қайттан өзі 12 метр болады екен. Яғни ені 12 метр. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.